Сәлем достар, бүгін 10-11 сыныптарға арналған Алтын түлек республикалық олимпиадасының республикалық кезеңі өз бастауын алды. Бұл олимпиада осымен 6-шы жыл ұйымдастырылып отыр және мектепішілік кезеңіне еліміздің түкпір-түкпірінен 12 мың оқушы қатысса, ал республикалық кезеңіне 3 мыңға жуық оқушы іріктеліп отыр. Және де ең маңыздысы, осы олимпиададан үздік нәтиже көрсеткен оқушыларға 77 грант бөлінген. Бұл біздің түлектерімізге арналған үлкен мүмкіндік. Достар, Алтын түлек олимпиадасына Зерделі Хай Скул мектебінің оқушылары да қатысып жатыр. Соның бірі Дулат. Дулат, көңіл-күй, дайындық қалай? Көңіл-күй жақсы, дайындықта жақсы болып. Мектепте дайындалдық қой, осы Алтын түлекті күттік. Республикалық кезең өткеніне қуаныштымын. Жақсы, керемет. Қалай, гранттан үміттісің бе? Иә, Құдай қаласа. Сәттілік. Зерделінің 3 олимпиадасы бар екенін білесіздер, соның бірі осы Алтын түлек. Қазір менің жанымда Зерделінің топ менеджмент мүшесі Әрін Қайсалы тұр. Жалпы олимпиада туралы айтып өтсеңіз. Жалпы Алтын түлек олимпиадасы республикалық дарынмен және жергілікті дарын орталықтарымен Зерделі ақыл ой дамыту мектебі бірлесіп ұйымдастыратын математикалық бағыттағы, математикалық сауаттылықты дамыту бағытындағы олимпиадалардың бірі. Бұл олимпиада негізі 3 кезеңнен тұрады. Мектепішілік кезең, өңірлік кезең және республикалық кезең. Бүгін міне сол Алтын түлек олимпиадасының қорытынды кезеңі, республикалық кезең өтіп жатыр. Бұл олимпиада оқушыларға не береді? Бұл олимпиада бірінші математикаға қабілетті оқушыларды қолдау және сол оқушыларды ғылыми бағытқа, инженерлік және педагогикалық бағыттағы мамандықтарға ынталандыру болып табылады. Егер бұл жердегі ұпай мен біздің берген ұпай сәйкес келмейтін болса, сағат 1:30-да осында 121-ші кабинетте апелляцияға келсеңіздер болады. Олимпиадамыз басталып кетті. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бір емес, бірнеше бақылаушы қарап тұр. Яғни барлығы қатаң бақылауда, барлығы әділ өтеді деген сөз. Олимпиада уақыты аяқталды, оқушылар қағаздарын тапсырды. Мына жақта ұйымдастырушылар жиналып бірдеңе істеп жатыр, өздерінен біліп көрейік. Ағай, не істеп жатсыздар? Тексерейін деп жатыр жұмысты. Тексеріп жатсыздар ма? Балалар қиын болып жатыр дейді. Енді олимпиада ғой, мықтылардың арасынан озып шығу оңай емес қой. Олимпиадаға қатысу деген ол біріншіден тәжірибе алып, сен қандай есептер болатынын уже примерно біліп тұрасың. Жалпы қандай мотивация сізде? Сіз білесіз бе, осы біздің олимпиада арқылы грант алуға болады, Зерделінің гранттары бар? Бұл менің мотивацияма кіреді, әрине, себебі мен қазір 10-шы сыныпта болсам да ұбт-ға дайындалып жатырмын, бірақ осы олимпиададан грант алу бұл оңай жол сияқты сезінеді. Зерделінің мектебі және орталықтар туралы естіген боларсыз, иә? Естіген. Сол жерден де жеңілдіктер берілетіні туралы естігенсіз? Мен Зерделінің олимпиадалық академиясына қатысып көрдім. Сол жерде маған скидкалар берілді және мектепте бізде пробный ұбт болғанда да Зерделінің скидкасын алдым. Олимпиаданы тапсырушылар арасында ер балалар көбірек екен, бір қызығы. Қазір мен мына жақта жігіттерден сұрап көрейінші. Жігіттер, сәлем. Талдап жатсыздар ма? Қалай болды? Жақсы. Негізі қиын кейбір есептер, соңғы екеу. Атақ қалғаны орташа деңгейде деп айтуға болады. Тапсырдым деп ойлайсыз? Білмеймін, енді гранттан үміт бар ма? Бар шығар енді. Рахмет сізге. Сіздерге несімен пайдалы болды деп ойлайсыз олимпиада?
жалпы өзіміздің біліміміз тексеру ғой жалпы айтқанда. Нешінші сынып оқисыз? 10. 10-шы сынып, иә? Енді бұл 11-шы сыныпқа дайындық қой негізі. Иә. Келер жылда қатысыңыз енді. Иә, қатысамын, келер жылы. many ways, but I can't wait for time to pick me up and sweep away my days. If only time keeps us loveless, let us figure out the grief and leave us living out our days in ways of comfort. Міне соңғы кезеңде аяқталды. Қазір шешуші сәт марапаттау басталады. Now come and bring it on. My heart is steady as a tree, and I'll be fighting till you're gone. Come at reason, now come and lead me on. My feet are heavy. Ал мына Дубайға жолдама иесі мен грантты кім алатынын бірге көрейік. Children, come July, we may be miles away from you, but you know just as well as I that you're our future, our home and place to rest. So come sad season, I'll be here. Осымен Олимпиада аяқталды. Сіздермен бірге болған Жанар, білім биігіне ұмтылған алтын түлектеріміз көп болсын.